Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге сөмке тоқығанда я басқа зат тоқығанда лескаларыңыз таусылған жағдайда оны қалай бекітіп және қалай жаңа леска жалғау керектігін көрсететін боламын. Менің оқырмандарым арасында жиі қойылатын сұрақтардың бірі, видеода көрсетілген болса да кейбір адамдар осыны түсінбей жатады. Мен сол үшін сіздерге арнайы видео түсіргенді жөн көрдім. Енді қараңыздар. Мына тұрған лескамызды мына моншақтан өткіземіз. Мінекей, және мына лескамызды мына тұрған моншақтан өткіземіз. Мінекей. Және де қараңыздар. Енді мына тұрған лескамызды мына астыңғы моншақтан өткіземіз. Және де осы өткізген лескамызды алдында өткізген лескамыздың астынан өткіземіз. Мінекей. Алдындағы лескамыз осы лесканың үстінде тұру керек. Мінекей, енді жаңағы өткізген лескамызды қайтадан кері қарай өткізетін боламыз. Мінекей, сонда бізде крючок пайда болады. Мінекей, көріп тұрғандарыңызда енді осы крючокты моншақтың ортасына қарай тартып кіргізіп жібереміз. Сонда біздің моншағымыз шашылмайды, қозғалмайды, өте қатты ұстап тұрады. Мінекей, осы лескамыз таусылғанға дейін осылай жасасаңыздар да болады, болмаса 2 рет жасап қойсаңыздар да болады. Бұл өте қатты ұстап тұрады. Мінекей, жаңағыдай тура. Енді осыны кері қарай өткіземіз. Крючок жасап, моншақтың ортасына қарай кіргізіп жібереміз. Бұл біздің моншағымыздың бекітуіне әсер етеді. Мінекей, енді осыны артық қалған жерді кесіп тастасаңыздар да болады. Болмаса лескамыз таусылғанға дейін жасасаңыз да болады. Мінекей, бекітіп болдық. Енді біз жаңа леска жалғайтын боламыз. Байқасаңыздар, мен үнемі строительный леска қолданамын, себебі бұл жұмыс жасағанға өте ыңғайлы және де бағасы да қолжетімді. Мінекей, енді осыны өзімізге керегінше етіп кесіп аламыздағы лескамызды 2 басын бірдей қылып ұстап, осы моншағымызға бекітеміз. Мінекей, мына тұрған моншақтан өткіземіз және де мына жоғары қарап тұрған моншақтан өткіземіз. Мінекей, 2 басын бірдей қылып ұстаймыз. Мінекей, біреу қысқа, біреу ұзын болып қалмасын, осыған өте мән беріңіздер. Мінекей, біз лескамызды бекітіп болдық. Өте оңай. Қарасаңыздар, енді осыған 2 моншақты өткізіп, ары қарай тоқи берсеңіздер болады. Мінекей, крючок жасап, ары қарай тоқи бересіздер. Ешқандай да қиындығы жоқ. Бірақ осыны кейбір оқырмандарым түсінбей жатады. Мен соларға арнап осы видеоны түсіріп отырмын. Мінекей, енді мына тұрған лескамызды жоғары қарап тұрған моншақтан өткіземіз дағы. Ары қарай дәл осылай тоқып кете бересіздер. Болды. Ешқандай да қиындығы жоқ.